Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен бауыр рулетін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бастан аяқ толық түсіндіріп өтетін боламын. Ең алдымен бауырымызды осылай сыртындағы жұқа клёнкасы болады, соны алып тастағанымыз дұрыс. Сонда қазір бауырымызды блендерге салғанда немесе ет тартқышпен тартқанда арасында іртік болып жүрмейді. Одан кейін осылай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Өте қарапайым нұсқада жасалынады, керемет болып шығады. Дәміне сөз жоқ рулеттердің бірі. Үй жағдайында сіз де жасап көріңіз. Құрамына небәрі азғантай ғана затпен керемет нәрсені жасай аласыз. Және қонақтарыңызды да ұялмай күтесіз. Және осылай турап алған бауырларымызды ыдысымызға салып, жуып, тазалап, осылай блендермен езіп аламыз. Майдаланып арасында түйіршігі қалмағанша көріп тұрғандарыңыздай осылай езіп аламыз. Менің бауырым осылай қою болып шықты. Кейбір бауырлар осылай блендерге салған кезде сүйіліп кетуі мүмкін. Одан кейін пиязымызды жуып тазалап алған бір пияз бен бір картопымызды блендерге салып, бұны да майдалап түйіршігі қалмағанша езіп аламыз. Ет тартқышпен істесеңіздер де болады, және бір жұмыртқа қайнаған сүтті қосып алым. Қайнамаған сүт қоссаңыздар да болады. Татымына қарай қара бұрыш және тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да түйіршігі жоқ. Міндетті түрде барлығын түйіршігі қалмағанша араластырып аласыздар. Енді дайын болған осылай массамыздың үстінен бір шай кесемен ұнды қостым. Міндетті түрде електен өткізіп қосқандарыңыз дұрыс. Арасында осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіршігі болуы мүмкін. Барлығын жақсылап араластырып, бір қалыпқа енгенше араластырып аласыздар. Арасында түйіршігі болмағаны жақсы. Осылай менде блинчиктің массасы сияқты масса дайын болды. Енді табамызды қыздырып, майымызды құйып, басында бір рет май құйсаңыздар жеткілікті. Тура блинчик сияқты істейсіздер. Екі бетін кезек-кезек аударып отырып, осылай дайындап аласыздар. Шамамен бір 5 минут немесе 10 минуттай уақытта дайын болады. Енді әркімнің пеші әрқалай қызатын болғандықтан, главный осы видеода көріп тұрғандарыңызды істеп аласыздар. Одан кейін бір жұмыртқаны шағып, кішкене шым-шым тұз қосып, бұны да осылай блинчик сияқты жайып, формамызға келтіріп аламыз. Табадан өте оңай алынатын болады. Ең бастысы басында бір майлап алсаңыздар жеткілікті. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жұқа етіп істеп алсаңыздар, рулеттеріңіз керемет жеңіл болады. Енді арасына соусын дайындаймыз. Мен 3 чеснок және де осылай майонез татымына қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді осы жаңалық дайындап алған жұмыртқамыздың бетіне соусымызды жағып, кезек-кезек қойып, бауырымызды қойып, оған да соус жағып, дәл солай жұмыртқамызды қойып, тағы бауырымызды қойып, соустарын жағып, осылай рулет етіп орап аламыз. Арасын қатты тығыздап орайсыздар. Енді холодильникке шамамен 3-4 сағаттай қойып аласыздар. Кемі 3-4 сағат қоюларыңыз керек. Сонда арасына жаққан соусымыз керемет сіңіп, және тураған кезде арасы бөлініп кетпейтін болады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз.